Сәлем достар, натурал санның бөлгіштері, натурал санның еселіктері тақырыбына берілген А тобының есептерін бірге қарастырайық. 167-ші есеп. Бірінші, 35, 29, 28 сандарының барлық бөлгіштерін атаңдар. Бөлгіштерін бұл әрпімен белгілейміз. 35 санның бөлгішін табу керек. Олай болса, ең бірінші бөлгіші ол 1. 1 болған кездегісі 35 санның өзіне тең. Келесі одан кейін 5-ке бөлінеді. 5-ке бөлінген кезде 7 шығады. Келесі 29. 29 1-ке бөлінеді. 1-ке бөлінген кезде 29. Одан басқа бізде бөлгіштері жоқ. 28 санның бөлгіштерін табайық. 1 болған кезде 28-ге тең. 2-ге бөлінеді. 2-ге бөлінген кезде 14-ке тең. Одан кейін 4-ке бөлінеді. 4-ке бөлінген кезде 7 болады. Бұл соңғысы. Енді екіншісін айтайық. 4, 8, 13 сандарының әр қайсысының алғашқы 3 еселігін атаңдар дейді. Енді еселікті Е әрпімен белгілейміз дедік. 4 санның еселіктерін жазайық. 4, 8, 12. Бізге алғашқы үшеуісін табыңдар деді. Келесі 8 саныныкін табайық. 8, 16, 24. Енді 13 саныныкін табайық. 13, 26, 39. 168 біріншісі. Берілген сандардың бөлгіштерін жазыңдар дейді. Яғни А 9 санның бөлгішін жазамыз. Қарайық. 9 1-ге бөлінеді. 1-ге бөлінген кезде 9-ға тең. Одан кейін 9 саны 3-ке бөлінеді. 3-ке бөлінген кезде 3. Біз 3-ті бір-ақ рет жазамыз. Кейін 14 саныныкін табайық. 1 және 14. 2 және 7. 45 саныныкін табайық. 1 және 45. Кейін 45 саны 3-ке бөлінеді. 15. Және 5-ке бөлінеді. Ол кезде 9 шығады. В 75 санының бөлгіштерін табайық. 1-ге бөлсек 75 шығады. Одан кейін 3-ке бөлінеді. 25. Одан кейін 5-ке бөлінеді. Ол кезде 15 шығады. Енді екіншісін қарастырайық. Сандардың алғашқы 4 еселігін табыңдар дейді. Табайық. Бірінші 8 санының алғашқы 4 еселігін табайық. 8, 16, 24, 32. 11 санның еселіктерін табайық. 11-ден басталады. 22, 33, 44. Келесі Б 15 санның еселіктерін табайық. 15, 30, 45, 60. В 27 санның еселіктері. 27, 54, 81, 108. 169 бірінші. Сандар берілген. Сандарынан 120 санының бөлгіштерін теріп жазыңдар дейді. Яғни біз осылардың арасынан 120-ның бөлгіштерін теріп жазайық. 5-ке бөлінеді. 15-ке бөлінеді. 24-ке бөлінеді. 60-қа бөлінеді. Енді екіншісі
бізге айтады, мына жердегі сандардан 25-тің еселіктерін теріп жазыңдар дейді. 50, 75, 100, 125. 170-ші. Бірі екіншісіне бөлгіш болатын сандарды теріп жазыңдар дейді. Бірі екіншісіне бөлгіш болатын. Яғни енді қараймыз. 45 саны 5 санының бөлгіші бола ма? 45 санының бөлгіші 5 бола алады. Сол себептен бұл бізге керек. Келесі 71 9-ға бөлгіш бола алмайды. Оны алмаймыз. 34 саны 8-ге бөлгіш бола алмайды. 80 саны 16-ға бөлгіш бола алады. 80 16-ға бөлінеді қалдықсыз. 51 17-ге қалдықсыз бөлінеді. 64 4-ге қалдықсыз бөлінеді. Келесі 60-та 12-ге қалдықсыз бөлінеді. 115 23-ге қалдықсыз бөлінеді. Екеусінен басқа барлығы бір-бірінің бөлгіштері бола алады екен. 171 сатушы 45 түп қалампыр гүлін әкелді. Ол әрбір гүл шоғындағы гүлдер санын бірдей етіп неше тәсілмен гүл шоқтарын даярлай алады. Әр гүл шоғында неше гүлден болуы мүмкін дейді. Біз ең алдымен 45 санның бөлгіштерін табамыз. 1, 45, 3, 15, 5 және 9. Енді қарайық. Біз 3 гүлден алып 15 гүл шоғын дайындасақ болады. 5 гүлден алып 9 гүл шоғын дайындасақ болады. 9 гүлден алып 5 гүл шоғын дайындасақ болады. 15 гүлден алып 3 гүл шоғын дайындасақ болады екен. 172 әрбір қорапшаға 12 килограмм кәмпит салынған. Қорапшаларды ашпай 36, 45, 60 килограмм кәмпит даярлауға бола ма дейді. Ол үшін істейміз. 12 санының еселіктерін табамыз. 12, 24, 36, 48, 60. Ары тағы кете береді. Енді қарайық. 36 килограмм кәмпит жасауға бола ма? Болады екен. 45 килограмм кәмпит жасауға бола ма? Болмайды. Жасай алмайды екенбіз. 60 килограмм кәмпитті жасай алады екенбіз. Сонда жауабы біз 36 килограмм және 60 килограмм кәмпиттер жасай алады екенбіз. 173 65 түп ағаш көшеттерін әр қатардағы көшеттер санын бірдей етіп неше қатарға отырғызуға болады. Ол үшін істейміз. 65 санының бөлгіштерін табамыз. 1, 65, 5, 13. Енді қарайық. Біз 13 қатарға егіп, әрбір қатарға 5 талдан еткізсек болады. Немесе 5 қатарға 13 ағаштан отырғызсақ болады екен. 174. Бала себетті толтырып қояндарға сәбіз әкелді. Ол себеттегі сәбіздерді 4 қоянға, 6 қоянға немесе 8 қоянға тең бөліп бере алады. Бала қояндарға кем дегенде неше сәбіз әкелді? Бұны табу үшін біз осы 4, 6, 8 деген сандардың еселіктерін табамыз. Қарайық. 4-тің еселіктері 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28 деп кете береді. Қазір біз өзімізге керегін таңдап аламыз. Одан кейін 6 санының еселіктерін табайық. 6, 12, 18, 24, 30 деп кете береді. Келесі 8 санының еселіктерін қарайық. 8, 16, 24, 32 ары қарай кете береді. Енді қарайық. Бізде
осы үшеуісіне де ортақ болған санды тауып алайық. Ол бізде қайсын? 12 емес, ол тек 4 пен 6-да ғана бар. 16 емес, ол 8 пен 4-те ғана бар. Бізде қарайық. 24 саны үшеуісінде де бар. Олай болса 24 саны 4-ке де, 6-ға да, 8-ге де қалдықсыз бөлінеді деген сөз. Енді бізде сонда не айта аламыз? Бала 24, кем дегенде 24 сәбіз алып келген. Ол 4 қоянға да теңдей, 6 қоянға да, 8 қоянға да теңдей бөліп бере алады.